3 сынып оқушысы Махамбет Каусар Ыбырайұлы. Сәлем, кел балалар оқылық. Аға сүйеніп, кел балалар оқылық, оқығанды көңілге, ықылас пен тоқылық. Істің болар қайыры, бастасаңыз алалап, оқымаған жүреді, қыран күні қармалап. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге, ықылас пен тоқылық. Оқысаңыз балалар, шамнан шырақ жағалар, тілегенін алдынан іздемер табылар. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге, ықылас пен тоқылық. Мал дәулеттің байрағы, бір жұтасын жоқ болар. Оқымыстың байлығы күннен күнге көп болар. Еш жұтамақ жоқ болар. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге, ықылас пен тоқылық. Сиса көйлек үстінде тоқу менен табылған, сауысқаны тамағы, шоқу менен табылған. Өнер білім бәрі де оқу менен табылған. Оқылық, оқығанды көңілге, ықылас пен тоқылық. Надандықтың белгісі еш ақылға жармас. Жайылып жүрген аюандай ақ қараны танымас. Аяншылат арымас, білім деген қарымас. Жөн білмеген наданға қыдыр ата дарымас. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге, ықылас пен тоқылық. Оқу деген шыныды тұрған сайын шыныққан. Оқу білген адамдар май тамызған құлыштан, білмекенді білуге. Есті бала тырысқан, есер бала ұрысқан. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге, ықылас пен тоқылық. Әтпіш деген атана қартаятын күн болар. Қартайғанда жабығып, мал таятын күн болар. Ата енен қартайса, түреу болар бұл оқу. Қартайғанда мал тайса, сүйеу болар бұл оқу. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге, ықылас пен тоқылық. Оқу білген таниды, бір жаратқан Құдайды. Танымаған Құдайды, не қылғанда ұнайды. Шырағым апай болғай деп, ата енен жылайды. Баладан қайыр болмаса, баланы неге сұрайды?